майдың фильтрі, мотордың майдың фильтрі, сет тұратын. Бұл К700-тың моторының майын тазалайтын фильтр. Сетка. Бір артықшылығы. Бұл сеткалы фильтрді осылай жуып, тазалап, қайтадан салуға болады. Немен жуып отырмыз? Соляркамен жуып отырмыз. С топливомен. Солярка ғой сол. Ал бумажный фильтрлер болады. Бұл бумажный фильтрді бұлай жууға келмейді. Олар одноразовый болады. Бір рет қолданыста болғаннан кейін оны лақтырып жіберу ғана. Бұл көп реттік. Бұл тесіліп қалғанша дейін осылай жуа беруге болады. Осылай. Қазір тазалап, қайтадан саламыз орнына. Жаңа несін тексердік біз оның К700-тың? Бұл К700-тың көк түтін шыға бастады өткенде, от алдырған кезде. Сол көк түтін неменеден шығады екен, соның бір себебі форсункалары ма деп ойладық. Себебі жаңа кольцалардың поршневойын өткен жылы ауыстырғанбыз, гильзасын бәрін ауыстырған едік. Одан ешқандай ақау болмау керек еді. Сондықтан біз форсункаларды ойлап, форсункаларын қайта жасатып жаңа салдық. От алдырған кезде бәрі жақсы болды. Көк түтін болған жоқ. Капоты ашып тұрып күйінде. Бұл мотор ND3 деп аталады. ND3 видеодағы жаңа түсірген. Енді бұйырса посев уақыты жақындап келе жатыр. Өте жақын қалды оған, алла жазса. Енді соған техуход істеп жатырмыз. Жаңа фильтрін міне жуып өттік. Енді бұл қандай құрылғы? Қазір бізге қайтады. Топливный фильтр дейді. Солярканы тазалайтын фильтрдің стаканы. Сырты мұқабасы. Бұл шай ғана сырты. Фильтрдің өзі ана ненің үстінде. Әне сары, новый фильтр енді. Ана сары кішкентай. Осының ішінде тұрады. Бұл центрифуга. Центрифуга үшін ашу керек. Мынандай жерге қоясың да былай. Тірелу үшін бұраған кезде. Нешілік кілт? 36. 36-лық кілтпен. Былай бұрайсың. Ашасың. Бұл қызметі майды тазалайды.